Кеттік ал. Так, бүгін қандай бір қызық есептен бастасам екен деген сұрақ болып тұр. Окей. Кеше біз санның бөлгішін табу деген нәрсені үйрендік. Естеріңде бар болса, кез келген санның бөлгішін қалай табуға болады, соны есептеуді білетін едік. Енді қазір маған мынадай нәрсе керек болып тұр. Яғни 540 санының бөлгіштерінің көбейтіндісі неге тең? Бөлгіштерінің көбейтіндісі неге тең? Бес жүз қырық санының көбейтіндісі неге тең? Давайте, көріңдер. Енді бөлгіштер туралы біз біраз нәрсе айттық. Біз мынаны білеміз. Яғни 8-дің бөлгіштері 8-дің. Ол бізде неге тең? 1, 2, 4 және 8-ге тең. Сонда көбейтіндісі деген сөз ол 1 көбейту 2 көбейту 4 көбейтілген 8. Яғни бұл бізде қаншаға тең болады? 64-ке тең болады. Дәл сол сияқты не істейміз? 540 санының бөлгіштерінің көбейтіндісі нешеге тең болатынын табамыз. Екі жүз 91.600 дейді. No. 450 емес. Вручную ма дейді. Білмеймін оны қалай есептейсің. Маған типа бір санды көрсетсең жеткілікті. 540-тың квадраты дейді. Жоқ. 4860 дейді. Жоқ. 30 дейді. Жоқ. 540 емес. Жоқ, 24 емес. Үлкен сан шығады ол, өте үлкен. Енді ойландаршы, мысалы, 8-дің бөлгіштері сендерде 64 шығып тұрса. 540-тың 12 дәрежесі дейді. Аружан Бекет дейді, или как дейді, 320 дейді. 496 дейді. 8-дің квадраты 64 дейді. 540-тың квадраты дейді. Жақсы, бір дұрыс жауап болды. Ол 540-тың 12 дәрежесі. Сұрақ, неге? 540-тың 12 дәрежесі. Неге? ChatGPT-ден сұрамайық. Давай, просто логикасын түсінуге тырысайық. Окей, қараңдар. Логика мынада. Давай мен үлкендеу сан алайын, я? 36-ның бөлгіштерін алайын. 36-ның бөлгіштерін алайын. Бұл жерде біз нені байқаймыз? Ол 1-ге бөлінеді, 2-ге бөлінеді, 3-ге бөлінеді, 4-ге бөлінеді, 6-ға бөлінеді, 9-ға бөлінеді, 12-ге бөлінеді, 18-ге бөлінеді және 36-ға бөлінеді. Енді осыларды көбейтетін болсақ, 1 көбейту 2 көбейту 3 көбейту 4, 6, 9, 12, 18 және 36. Бұл жерде нені байқай аламыз? 1 мен 36-ның көбейтіндісі ол 36-ға тең. 2 мен 18, 3 пен 12, 4 пен 9 барлығының көбейтінділері неге тең? 36-ға тең. Бұл жерде сонда не қалды? Тек 6 қалып қойды. Содан біз айта аламыз. Бұлардың көбейтіндісі 36-ның мына жерде қанша бөлгіші бар? Санасақ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, яғни 9 бөлінген 2-ге тең.
түсіндіре алдым ба? Сонда бұл дегеніміз 36-ның 4,5 дәрежесіне тең. Енді 540-қа келетін болсақ, біздің 540 деген санымыз ол 27 көбейтілген 20 немесе 3-тің кубы көбейтілген 2-нің квадраты көбейтілген 5. Бұның бөлікштер саны, яғни 540-тың бөлікштер саны, ол бізде неге тең? 4 көбейтілген 3 көбейтілген 2, яғни 24-ке тең. Онда бізде бөлікштерінің көбейтіндісі бір қандай әріппен белгіленсе екен деп ұмытып отырмын, жақсы. 9-дан 2 деген қайдан келді, қазір оны түсіндіремін. Мына жерде 24-ті ұғып алыңдар, главный. 1 көбейту 2 көбейту 3 көбейту 4 көбейту деп кете береді. Дәл солай ең соңында 540 болады. Ол дегеніміз 540-тың 24 бөлінген 2 дәрежесі, яғни 540-тың 12 дәрежесі. 24 деген мынау бөлікштердің санына байланысты алынды. Неге 24 дейді? Оны қалай тапты дейді? Кеше сендер сабақта болмадыңдар ма? Дауыс. Ладно. Кеше сабақта болмағандар үшін мен айта салайын. Кез келген санның бөлікшін қалай табуға болады? Келесі бетті ашып алайын. Кез келген санның бөлікшін қалай табуға болады? Жақсы. Мысалы, 380 деген санның бөлікштерінің саны неше болатынын іздеп көрейін. Ол үшін мен не істеймін? 380-ді жай көбейткіштер іздеймін. Яғни 38 көбейтілген 10, немесе 19 көбейтілген 2-нің квадраты көбейтілген 5. Немесе оны дұрысырақ жазғанда 2-нің квадраты көбейтілген 5 көбейтілген 19. Енді біз не істейміз? Мына дәрежелерге бірді қосамыз. Мына жерде көрінбейтін бірлер бар, соны ұмытпау керек. Мына 5-тің 1 дәрежесі, мына 19-ның 1 дәрежесі. Сонда 3 көбейтілген 2 көбейтілген 2, бұларды көбейтетін болсақ 12. Сонда 380-нің бөлікштер саны бізде неге тең? 12-ге тең. Эфир сақталады. Түсіндік қой? Бөлікштер санын табу білсек, онда біз не істей аламыз? Яғни бөлікштерді жай ғана көбейте аламыз. Яғни бөлікштердің көбейтіндісін де оңай таба аламыз. Кешегі сабақтың эфирі бар, қатып атқан жоқ, мен жақта телефонға алаңдап жатырмын, короче. Қосындысын таба аласың. Оның да өзінің бір үлкен формуласы бар. Бірақ оны бұл олимпиадаларда көп жаңағы жасамайды. Сол үшін оны қарастырудың қатты қажеті жоқ. Нақты ответ жоқ, санның дәрежесі деп жазып кетіп қаламыз ба дейді. Неге? Нақты ответі сол ғой. Сен қазір 540-тың 12-ші дәрежесін есептесең, примерно 36 таңбалы сан шығады. Так. Я 38-ді 2-ге бөлдім, 10-ды 2 көбейтілген 5 деп алдым. Калькулятор болмайды, я. Дәрежені всегда 2-ге бөлеміз, я. Қандай дәреже болады? Соны 2-ге бөлеміз. Қай бетті? Алдыңғы бетті ма? Кеттік ал.
Мына жерді қайттан түсіндірейін. Логикасын түсіндіре салайын осы жерден. Біз ең алғаш не табамыз? Яғни бөлгіштер санын табамыз. Бөлгіштер саны бізде 24. Онда олардың көбейтіндісі, яғни 1 көбейту 2 көбейту 3 көбейту 4 көбейту 5 көбейту 6 әрі қарай кете береді. 540-қа дейін барады. Бұлардың көбейтіндісі ол 540-тың мына тұрған 24 бізге керек. Яғни 24 бөлінген 2 дәрежесі. Ол бізде 540-тың 12 дәрежесі болады. Мына есепте егер табатын болсақ, 380-нің 12 бөлінген 2, яғни 380-нің 6 дәрежесі болады. Тағы мысал есеп, окей. Микрофон соңында қосам. Жақсы. Маған қандай сандықын табыңдар? Жақсы, 2025-тікін табыңдаршы. Бұл жерде конспект жазып қатты керек емес, главный идеяларды үйреніп алыңдар. Сосын олимпиада, мектепшіліктен негізі абсолютно 90% өтеді. Одан кейін аудандықта, возможно, осы есеп кездесу мүмкін. Осындай есеп кездесу мүмкін. Бұл білім, ертеңгі күнге ғана керек, одан кейін керек емес деп ойламаңдар. Ол дальше больше аудандықта, облыстықта или респада кездесе беруі мүмкін. Кеттік ал. 2025 бөлгіштер саны қанша оның? Запись YouTube-қа шығады, я. Кеттік. 2025 деген ол бізде 45-тің квадраты немесе 3-тің 4 дәрежесі көбейтілген 5-тің квадраты. Так, онда бізде n 5 көбейтілген 3 ол 15-ке тең. Сонда бөлгіштерінің көбейтіндісі бізде 2025-тің қандай дәрежесі? 7,5 дәрежесі. Немесе 2025-тің 7 дәрежесі көбейтілген 45 деп қалдырсаңдар болады. Я болмаса 45-тің 15 дәрежесі деп айтуға болады. Бес пен 3 қалай шықты дейді. 5 пен 3, мына 4-ке 1 қостым, 2-ге 1 қостым дәрежелеріне. 7,5 сол 15-тің жартысы. 7,5 деген мына тұрған 15-ті алдымда 2-ге бөліп мына жерге жаздым. Кеттік ал. Бұл енді сәл қиындау есептің бірі болды. Оңайлатайын. Неге 45 көбейту дейді? Так, ол деген нәрсе. 2025-тің 7,5 дегені, ол 2025-тің 7 дәрежесі көбейтілген 2025-тің 0,5 дәрежесі. Ол деген 2025-тің 7 дәрежесі көбейтілген, мынау дегеніміз ол 45-ке тең. Сол үшін. Бөлгіштер санын мына формуламен табамыз. Так. n бір a деген сан болса, ол тең болады x плюс 1, y плюс 1 и z плюс 1. X, y, z деген дәреже. Яғни санның дәрежелері.
Еркін аз түріңді көрсетші. Чуть-чуть сондайлау, я. Кечегі сабақта біз бөлгіштер санын табуды үйреттім. Анаяқта басқа группада, возможно, ол туралы айтпады. Сол үшін солай болып қалды. Бүгінгі сабақта комбинаторика өтеміз деп жатқан сияқты едіңіз. Мүмкін өтеміз деп айттым, бірақ возможно өтпейміз. Возможно өтпейміз емес, өтпейміз даже. Обязательно 3 дәреже шыға ма? Ол 4 болуы мүмкін, ол 5 дәреже болуы мүмкін, ол 1000 дәреже болуы мүмкін, бірақ бәріне плюс 1-ді қосып шығамыз. Бонус всегда бар ғой. Бонус всегда бар. Ладно, кеттік. Бүгінгі есеп бөлгіш еселіктерге байланысты есептер. Комбинаториканың есептері кездеседі. Давай, бүгінгі есеп бөлгіш еселік дегенге байланысты есеп. Енді мына жерде оңай сұрақ, бірінші құрама сандарды табу керек. Құрама сандарға не кіреді, не кірмейді. Жауапты дейді, бірден айтып жатыр. Мына жерде 3 кірмейді, 2 кірмейді, 17 кірмейді, мына жерде барлығы кірмейді. Супер. Кеттік. Екі санның қосындысы 30, ал олардың ең кіші ортақ еселігі 36 болса, осы сандарды тап дейді. Құрама сан деген бөлгіштерінің саны екеуден көп санды құрама сан деп айтады. Қосындысы 30, ең кіші ортақ еселігі 36. Жауаба. Қалғандар жарамайды. Кеттік, келесі. Не нәрсені түсіндірейін, люди? Алдыңғы есепті ма? Давайте. Мына есептені көбісі былай шығарады. 1 дейді, 2 дейді, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 дейді. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 деп жазып алады. Одан кейін тақ сандарды 3-ке бөлінетін сандарды сызады. Бірінші тақтар сызып тастайын мен. Одан кейін 3-ке бөлінетіндер сызады. 6 кетеді, 12 кетеді, болды. Қалғаны қалады. 2, 4, 8, 10, 14, 16. Яғни дұрыс жауап 6. Бірақ басқаша қалай шығаруға болады деген сұрақ болса, біз тақ сандарды тауып аламыз. Яғни 2-ге бөлінетін сандар, ол бізде барлығы қанша штук? Ол бізде барлығы 9. 3-ке бөлінетін сандар, 3-ке бөлінетін сандар. 17-ні 3-ке бөлетін болса, олар бізде 5 штук. Бірақ нюанс бар. 2-ге де 3-ке де бөлінетін сандар жоғарыда да төменде де кездеседі. Мысалы, ол қандай сандар? Ол 6 деген сан кездеседі. Ол 12 деген сан кездеседі. Тағы бар ма басқа кездесетін? 3 деген сан кездеседі. Ой, жоқ, мен 6, 12, 3 деппін ғой. Екеуіне де 3 кездеседі. 2-ке бөлінбейтін сандар. 3 кездеседі, 9 кездеседі. Тағы қандай бар? Бізде кездесетін. 15 деген осы 3 сан кездеседі. Сонда біз не істейміз? 17-ден 9-ды азайтамыз. Және 5-ті азайтамыз, бірақ мына тұрған 3 деген санды қосамыз. Сонда бізде 6 деген жауап шығады. Яғни, мысалы, былай берсе осы есепті, 101-ге дейінгі санды берсе, 101-ге дейінгі сандардың ішінен тақтарын азайтып тастаңдар,
және 3-ке бөлінетіндерін азайтып тастаңдар десеңдер, осы методиканы қолдану керек. Ал мына жерде 17 ақ цифр болғаннан кейін ол өте оңай, оны былай қолмен де санап алуға болады. Өмірді қиындатпайықшы дейді. Өмір когда қиындайды, саған бір үлкен количествода есепті беріп жіберсе, сол кезде қиындайды. Неге 3, 9, 15 дейді? Өйткені 3, 9, 15 деген тақтың да құрамына жатып тұр. Және 3-ке бөлінетіндердің де құрамына жатып тұр. Яғни екеуінде де ортақ болып тұр. Сол үшін олар 2 рет азайып кетеді. Сол үшін мен қайттан оларды не істеуім керек, қосып қоюым керек. Так, 2, 9, 3 минус 5 деген түсіндірші дейді. Ой, былай, давайте, былай ойланайық. Типа сендерге оңайлатайын. Тақ сандар жиыны. Тақ сандар, ол бізде қандай сандар? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Яғни тақ сан болғаны үшін осы сандар сызылып қалу керек. Келесі 3-ке бөлінетін сандар. 3-ке бөлінетін сандар. Ол бізде 3, 6, 9, 12 және 15. Дұрыс па? Енді бұлардың ішінде қайталанып тұрғандар бар. Мынау 3-тер қайталанып тұр, 9-дар қайталанып тұр, 15-тер қайталанып тұр. Қазір мен 17-ден жалпы санның жалпы сан бізде 17 штук. Сол 17-ден азайтатын болсам, мына жерде қанша сан бар менде? 9 санды. Және мына жерде азайтатын болсам 5 санды, менде логика бойынша, яғни 14-тен 17 азайтқасын 3 шығу керек еді. 3 шығу керек еді. Бірақ нюанс не? Мына 3-тер 2 рет қайталанып тұр. Мына 9-дар 2 рет қайталанып тұр. Мына 15-тер 2 рет қайталанып тұр. Мен сол үшін не істеуім керек? Екі жағына да 3-ті қосуым керек. Сонда менде 6 шығады. Кеттік. Так. Мына есепті қараңдар. Логос деген сөзбен 2003 санның цифрларын төмендегідей ауыстырып орналастырдық дейді. Логос 2003 деген жазу қайталанып нешінші жолға жазылады? Логика қандай? Бірінші логос болып тұрған, одан кейін логос болған, L-ді соңына жазған, одан кейін госло болған, одан кейін ослоп болған. Яғни алдыңғы әріпті соңына жіберіп отырады каждый раз. Енді бізге айтады, мына тұрған логос 2003 деген қанша попыткадан кейін қайттан келеді? Ол үшін біз не істейміз? Ол үшін біз жай ғана логос дегенде 5 әріп бар. 5. 2003 дегенде 4 әріп бар. Осылардың ең кіші ортақ еселігін табамыз. 2 оясын табамыз. Ол бізде 20-ға тең. Дұрыс па? Сонда дәл осы 20-ға 1-ді қосамыз. Сонда біздің неміз шығады, яғни мына тұрған сөзіміз шығады. Жауабы С варианты 21 болады. Кеттік. Неге 1-ді қостық дейді? 20 попыткадан кейін оларға бір ғана не жетпей қалып тұрады. Яғни мына түрде болып қалып тұрады. Слого болып тұрады. Мынаяқта 3002 болып тұрады. 20 болғанда. 21-де логос болады. Ой, мына жерде 302 болмайды. 3200 болып тұрады. 2003 болады сонда. 21-ші попыткада. Жазып тексеңдер болады.
Кеттік. Айжан алма бақыттан достарына 14-тен артық, 18-ден кем алма теріп алды дейді. Ол әр досына 2 алмадан берді, достары нешеу? Енді өте оңай есеп. Ол бір X алма терді деп ойлайық. Бірақ оның саны 14-тен үлкен, бірақ 18-ден кем. Және әр досына 2 алмадан берді, онда X деген санымыз біздің не деген сөз? 2-ке бөлінеді деген сөз. Бұдан шығатын қорытынды X 16-ға тең. Сонда 16-ны 2-ге бөлетін болсақ, оның 8 досы бар. Мына есепті көріңдер. М саны 2, 5 және 7-ге бөлінетін натурал сан екені белгілі. Төмендегі тұжырымдардың қайсысы дұрыс? Скрин жасай салшы аяғым. Кеттік. Төмендегі тұжырымдардың қайсысы дұрыс? Примерно 1-1,5 сағат. Может, одан тез бітеді. Ең соңында ақшалай сыйлықтарға байланысты есептер бар. Шығара алсаңдар аласыңдар, шығара алмасаңдар қаласыңдар. Жақсы. Қандай да бір сан, қандай да бір А деген сан 2-ге бөлінеді, 5-ке бөлінеді, және 7-ге бөлінеді. Онда бұл А деген сан міндетті түрде неге бөлінеді? 70-ке бөлінеді. Яғни, бұны қаяқтан білдік? Ең кіші ортақ еселік 2, 5, 7 ол бізде неге тең? 70-ке тең. Сонда мен А деген санымызды 70 көбейтілген К түрінде жазамын. Сонда осыны орнына қойып көрсек, 70, бірінші вариант, 70 К-ның квадраты қосылған 100, ол 100-ге бөліне ма? Сұрақ. Әрине бөлінеді. Себебі жақшаны ашатын болсақ, 70 К-ның квадраты деген 4900 К квадрат қосылған 100. Мынау 100-ге бөлінеді 4900 К квадрат, және 100-100-ге бөлінеді. Онда мына өрнек жалпы өзі не істейді? 100-ге бөлінеді. Бұл орындалып тұр. К деген кез келген бір сан. Кез келген бір натурал сан деп айтсақ болады. Екінші. 70 К қосылған 28, ол 14-ке бөліне ма? Сұрақ. Енді біз білеміз, 70 14-ке бөлінеді, 28 14-ке бөлінеді, онда жалпы қосынды тоже 14-ке бөлінеді. 1 мен 2 орындалып тұр әзірге. Сонда мына варианттың бәрін сіз тастасақ болады. Үшінші. 70 К квадрат қосылған 1, ол 2-ге бөліне ма? Мына жерде 70 К квадрат 2-ге бөлінеді, бірақ 1 2-ге бөлінбейді. Сол үшін бұл не істемейді? 2-ге бөлінбейді. Сонда үшінші вариант бізде қалып қояды. Сонда А варианты дұрыс емес, бізде жай ғана Е варианты дұрыс. Уақыт жетеді, Гүлназ. Тек ақшалай сыйлық үшін ұмытпаңдар, мына жерде до конца отырсаңдаршы. Еселік деген не еді дейді? Еселік дегеніміз А санның еселігі деп, қандай сандарды А-ға бөлуге болады? Мысалы, 7-ның еселіктері ол бізде 7, 14, 21, 28 деп кете береді. Яғни еселік деген сол. Кеттік. Мына сан 6-ға қалтықсыз бөлінетіндей жұлдызшаның орнына қоюға болатын цифрлардың қосындысын тап. 'Қандай сандар 6-ға бөлінеді?
Кімнің есінде бар? Қандай сандар 6-ға бөлінеді? 6-ға бөлінетін сандар деп айту керек емес. Оны бәріміз білеміз. Я 2-ге және 3-ке бөлінетін сандар дейді. Болды. Онда 2-ге және 3-ке бөлінгіштікті тексересіңдер. Сонымен есеп шығарды. Жақсы. Былай ойлайық. 54.640 бірдеңе. Осы x 2-ге бөліну үшін қандай сандарға тең болады? Ол 0 болады. Ол 2 болады. Ол 4 болады. Ол 6 болады. Ол 8 болады. Дұрыс па? Дұрыс. Окей. Енді 3-ке бөліну үшін 3-тің ережесі қалай еді бізде? Егер сан 3-ке бөлінетін болса, онда оның цифрларының қосындысы неге бөліну керек? 3-ке бөліну керек. Сонда бізде қосатын болсақ, 19 қосылған x 3-ке бөліну керек. 0-ды қоятын болсам, 19 ол бірақ неге бөлінбейді? 3-ке бөлінбейді. Яғни 0 керек емес. 2-ні қойсақ, 19 қосылған 2 ол 3-ке бөлінеді. Яғни 21 3-ке бөлінеді. Онда 2 қалады. 4-ті тексерсек, 23 3-ке бөлінбейді. 4-ті сызып тастаймын. 6-ны тексерсек, 25 6-ға бөлінбейді. 10-ны сызып тастаймын. 8-ді тексеретін болсақ, 27 3-ке дегенді. 27 3-ке бөлінеді. Онда 8 бен 2 деген жауап қалады. Бірақ бізден сұрады 2 қосылған 8, яғни ол не деп? 10. Неге 3-ті тексеріп жатсың дейсің ба? 2-ке тексеріп болдық, 2-ке бөлінетіндер тауып болдық. Енді 3-ке бөлінетіндер тексереміз. Сонда ол 2-ге де 3-ке де бөлінетін сан болады. Онда ол міндетті түрде 6-ға бөлінеді. Кеттік. Келесі. 3 таңбалы 2 бүтін санның қосындысы 495К. Давай былай істейікші. Так. Үшін бояуға бола ма екен? Ладно, білмеймін. Былай жасайтын, ответтер жоқ деп ойландырсыңдар. Ответ жоқ болса қалай шығаратын едіңдер? Мына есепте, мысалы, алтын түлекке дәл осы есеп келсе, және ол тест вариантында емес, ответі жоқ вариантында келсе, қалай шығаратын едіңдер? Тест бірінші бөлім, екінші бөлім тест болады, үшінші бөлім ашық жауапты болады. Яғни жауапты өзің енгізесің. Әр турында тест бар, всегда бар тест. Ол нада бар, нада жоқ деген жоқ. Окей. Бізде бір екі сан бар деп ойлайық. А және Б. Енді бізге айтады. Осы екі санның қосындысы, А қосылған Б'ның қосындысы 490
95К-ға тең. Ал бөлінісі 4 санына тең. А бөлінген Б ол 4-ке тең. Бұдан не байқай аламыз? 2х-те сөйлей аласыз ба? Сөйлей алам. Бұл 10-11 класстарға bilmez. Давайте 2х-те сөйлейін онда. А деген санымыз ол неге тең? 4Б-ға тең. Онда бұны мына тұрған бірінші өрнекке әкеліп қоятын болсақ, 4Б қосылған Б ол 495К-ға тең. Бұдан 5Б 495К-ға тең. Бұдан Б деген өрнегіміз біздің 99К-ға тең болады. Бұдан А деген өрнегіміз 4Б-ға тең болғандықтан 4 көбейтілген 99К деген өрнегіміз ол бізде 396К-ға тең болады. Кеттік. Енді бұл жерде біз К-ны зерттеуіміз керек. Бізге не деп айтты? 3 таңбалы 2 бүтін санның қосындысы деді. Бұл айтқанда 2 санда 3 таңбалы деді. Онда менде К деген саным міндетті түрде бірден үлкен болады. Себебі К-ның орнына 1 қоятын болсам, Б деген сан 99 болып қалады. Ол сан 3 таңбалы емес. Келесі, К деген сан міндетті түрде 3-тен кіші болады. Себебі К-ға мына жерге 3 қоятын болсам, ол 1000 с чем-то болып кетеді. Ол бізде 4 таңбалы сан болып кетеді. Сонда біздің К-мыз жалғыз вариант, яғни 2-ке тең. К 2-ке тең болса, А деген санымыз 700 қанша еді? 396-ны көбейтетін болсақ, 792-ке тең. Б деген санымыз 198-ге тең. Енді мына жерде жауаптарды қарайтын болсақ, А жауабы 198-де 792-ге тең. Орысша болмайды мүлде, тек қазақша. Неге 1-ге тең емес? Егер 1-ді қоятын болсаң, онда Б деген саның 99-ға тең болып қалады. Ол сенде 3 таңбалы сан емес, ол всего лишь 2 таңбалы сан. Кеттік. Бактерия әр секундта 2-ке бөлінеді дейді. Ал бір бактерияны приборға салса, 6 секундтан кейін олардың саны қанша болады? Облыстық мектептер дегенде спец мектептер қатыса алмайды. Гимназиялар қатыса алады. РФМШ, Дарын, ВИЛ, МИШ, одан тағы да бір спец мектептер болса, солар қатыса алмайды. Жауабы Д вариант 64. Яғни 1 деген секунд болған кезде ол 2 бактерия болады. 2 деген кезде ол 4 болады. Болмаса 2-ның квадраты болады. 3 деген кезде 2-ның кубы болады. Яғни 6 деген кезде 2-ның 6 дәрежесі, яғни 64 болады. Мынау да өте оңай есеп. Жүгіруге барлығы 36 спортшы қатысты дейді. Арманнан озып келген спортшылар саны, одан кеш келген спортшылар санынан 4 есе аз. Арман нешінші орынды иеленді? Дұрыс. Арман 8-ші орынды иеленді. Енді барлығы 36 адам болса, оның алдында келгендер X адам, оның артында келгендер 4X адам, сонда X қосылған 4X қосылған 1, яғни арманның өзі, бұл 36-ға тең болу керек. 5X 35-ке тең болу керек. X 7-ге тең болу керек.
Енді оның алдында 7 адам келген болса, одан кейін Арман, одан кейін 28 адам келген болса, Арман нешінші орында тұр? Әрине 8-ші орында тұр. Жауабы С. Бүкілі тест ретінде емес. Жауап Е дейді. Жұма дейді. Пятница, бейсенбі. Көрсетемін. Бейсенбі, Д, Е дейді. Жақсы, былай ойлайық. Нұрғали бір күн барады, бір күн бармайды. Олар мысалы дүйсенбі күні барған болса, үшеуі да, Нұрғали да, Бекзат та, Асқар да барған болса, олар келесі баруға мысалы Нұрғали X жібереді и барады. Мынау X жібереді, 2X, одан кейін барады. Ал мынау 4X жібереді, одан кейін барады. Енді ойланайық, мына жерге қарайық дейді. Мынада 2 күннен кейін барады, мынада 3 күннен кейін 3 күнде барады, мынау 5 күнде барады. Осылардың ең кіші ортақ еселігін тапсақ, ол 30. Сонда бұған бір қосамыз, яғни общий үшеуі де баратын күнге. Сонда 31 күн. Яғни бұлар дүйсенбі күні баратын болса, 31 күннен кейін қайттан кездеседі. Дүйсенбі күні баратын болса, 31 күннен кейін қайттан кездеседі. Ал біздің 31 дегеніміз, ол 7 көбейтілген 4 қосылған 3. Яғни дүйсенбіге, сен дүйсенбіде тұрсың, бір апта өтсе, 7 күн өтсе, сен қайттан дүйсенбіде тұрасың. Тағы бір апта өтсе, сен тағы да дүйсенбіде тұрасың. Тағы бір апта өтсе, сен тағы да дүйсенбіде тұрасың. Сонда біздің мынау бір цикл ретінде қарасақ, бұны бір ескерудің қажеті жоқ. Оған жай ғана не істейміз? 3-ті қосамыз. Келісесіңдер ма? Дұрыс па? Сонда дүйсенбіге тағы да 3 күн қосатын болсақ, ол бізден нені шығарады? Бейсенбіні шығарады. Жауабы Д нұсқасы бейсенбі. Кеттік, келесі есепті қарайық. Кеттік. Бердібек ата баласы және немересімен бірге балық аулауға шықты дейді. Баласы немересінен 2 есе көп, ал өзі баласынан 3 есе көп балық ұстады. Олар барлығы 27 балық ұстады. Бердібек атаның баласы қанша балық ұстады? Немере, бала, атаның өзі. Баласы X болса, мынау 2X, мынау баласынан 3 есе көп болғандықтан 6X. Сонда бізде X қосылған, 2X қосылған 6X, ол бізде 27, бұл 9X 27-ні білдіреді, ал X жай ғана 3-ке тең екенін білуге болады. Енді бізде Бердібек атаның баласы қанша балық ұстағанын табу керек.
Онда 2 көбейтілген 3, яғни 6-ға тең. Жауабы Б нұсқасы. Бірден бастап 111-ге дейінгі барлық 9-ға бөлінетін сандардың қосындысын табыңдар дейді. Осының оңай жолы бар әрине. Енді қараңдар. Давай мен қиындатып көрейін ба, әлде осы типтің өзін шығара берейін ба? Жақсы, осы типтің өзін шығара берейінші, қиындатпай. Бірден 111-ге дейін 9-ға бөлінетін сандар. Ол ең біріншісі 9. Одан кейін ол 18. Одан кейін ол 27. Бірақ оның бәрін жазып отпайым. Ең соңғысын табам, ол ең соңғысы менде 108. Не істеймін? 9-ды 9-ға бөлсем 1 шығады. 108-ді 9-ға бөлсем, ол менде 12 шығады. Сонда мына аралықта барлығы 12 сан бар деген сөз. Яғни мына аралықтың ішінде барлығы 12 сан бар. Маған осының қосындысын табу керек. Менде формула бар. Бірінші тұрған мен ең соңғы тұрғанды қосам. 9 қосылған 108. Оны 2-ке бөлем. Және қанша сан бар? Количество бізде 12 ғой. Сол 12-ке көбейтем. 12 мен 2-ні қысқарта алам. Сонда 9 қосылған 108 көбейтілген 6. Сонда 117-ні 6-ға көбейтуім керек. Ол менде 702-ге тең. Бұны арифметикалық прогрессия деп атайды. Формуласы А1 қосылған АН бөлінген 2 көбейтілген N. Яғни бірінші мүшесі мен соңғы мүшесін қосамыз, 2-ке бөлеміз, және қанша количество бар, соның барлығына көбейтеміз. Кеттік. Мынау да супер оңай есеп. Қанша есеп бар? Соңғы 2 есеп, сосын бір бонус есептер берем, сонымен аяқтаймыз бұйырса. А дейді, біреулер Б дейді. 13 бөлінген 4 дейді. Жақсы. Аружан мен Анель дейді бізде. Мынаған мән берейік. Аружан мен Анель. Біреуі 45, біреуі 20. Екеуін қоссақ 65%. Бөлеміз. Жасмин мен Самал, біреуінде 10, біреуінде 25, яғни 35%-ға. Сонда бұларды жай ғана 65 бөлінген 35 ретінде қарасақ болады. Сонда бұларды 5-ке қысқартамыз. 13 бөлінген 7 немесе 1,7-ден 6. Жауабы Е нұсқасы. Яғни Аружан мен Анель Жасмин мен Самалдан
1,7-6-ға көп есеп шығарған. Кеттік. Цифрлар әртүрлі 5-ке және 10-ға еселік болатын ең үлкен және ең кіші үш таңбалы сандардың айырмасының модулін тап. Болды, мынау соңғы есеп. Оттан кейін бұйырса микрофонды ашам. Запись берем. Жауабысы 860. Окей. Мына жерде 5-ке және 10-ға деген еселік дегенге қатты мән берудің қажет жоқ. Тек 10-ғаны қарасақ болады бізде. Сонда ең үлкен сан 980 және ең кішкентай сан 120. Сонда бізде не шығады? 860 деген сан шығады. Модуль деген не? Модуль деген мына 985 10-ға бөлінбейді ғой. Ең кішісі 100. Бірақ мына жерде айтып тұр. Цифрлары әртүрлі деп тұр. Мынаған мән беру керек. Цифрлары әртүрлі. Модуль қалай табады? Модуль дегеніміз не? Модуль ішіндегі -7 ол 7-ге тең. Модуль ішіндегі 7 ол 7-ге тең. Абсолют шама модуль деген. Модульдан всегда теріс емес сан шығады. Плюс шығады деп айтуға келмейді. Еселік деген не? Мен мана айттым, 7 деген сан болса, оның еселіктері 7, 14, 21, 28, 35 деген сандар болады. Әрі қарай шексіз кете береді. Ең кіші санға 102 бола алмайды. Неге? 102 ол 5-ке бөлінбейді және 10-ға бөлінбейді. Неге 100 емес? 100 болса, онда мына екі цифра бір-біріне тең болмау керек. Бізде мына жерде жазылып тұр, цифрлары әртүрлі деп. Сол үшін. Түсіндіре алдым ба? Қандай есеп берейін? Оңайынан бастаймыз ба, қиынынан бастаймыз ба? Неден бастаймыз? Бір күшті есеп қарап келмедім ше негізі. Так, мен запись тоқтата салайын яқтан. Сендердің микрофондарыңды аша салайын.